Бүгін Елордада Шанхай ынтымақтастық ұйымы банкаралық бірлестігінің халықаралық конференциясы өтті. Жиын экономиканы цифрландыру, жасыл қаржы мен заманауи инфрақұрылымды қолдауға арналды. Конференция бәйтерек холдингінің еншілес құрылымы Қазақстан даму банкінің қолдауымен ұйымдастырылды. Қазір экономиканы барынша инновацияға, цифрлық технологияларға негізде өзекті. Бұл мәселені бүгінгі конференцияда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің өкілдері талқылады. IT бастамалар экономикалық өсімді қамтамасыз етіп, салалардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады дейді мамандар. Видим, что IT-зрелость в банке развития Казахстана достаточно высокая. Қазақстанның даму банкіндегі IT әлеует жоғары. Біздің барлық бастамамыз пандемия жарияланғанға дейін жүзеге асырылды. Осы 2 жыл ішінде Қазақстанның даму банкі жаңа сын-қатерлер кезеңінде табысты жұмыс істеп келеді. Қазақстан даму банкінің өкілдері сыртқы саудаға шолу жасайтын сараптамалық портал және қарыз алушылардың виртуалды кеңсесін әзірлеген. Бүгін соның бәрі конференцияға қатысқан меймандарға таныстырылды. Өз кезегінде Ресейден келген қонақтар бизнеске арналған маркетплейс туралы айтты. По инициативе Банка развития Казахстана мы собрались сегодня. Қазақстан даму банкінің бастамасымен біз Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында жиналып отырмыз. Ұлттық даму банктері үкімет пен жеке секторы арасында көпір бола алады. Атап өтейік, банкаралық конференция Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшылар кеңесінің кезекті отырысы қарсаңында өтті. Қорған Қонысбайұлы, Марат Диханбаев, Искандыр Сергалиев, Хабар 24.